Ашыға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен мен қыстық банка жабатын боламын, яғни соленый огурцы. Сіздерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Менің парақшамда көптеген видео рецепттер түрлерін көре аласыздар. Тамақтардың да және де қыстық банкалардың да сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Бүгін біз соленый огурцы жабатын боламыз. Ең алдымен біз банкаларымызды тазалап жуып аламыз. Одан кейін болгарский, яғни тәтті бұрышымызды ашып, тазалап, чесногымызды ашып аламыз. Сосын банкамызға болгарский, чеснок, огурцеларымыздың барлығын саламыз. Одан кейін укроп, лавр жапырағы және де домалақ қарабұшты да салатын боламыз. Одан кейін үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Сол қайнап тұрған суымызды кемінде 20 минутқа қойып қоямыз. Осылай банканың үстінде тұрады, банкада тұрады. Одан кейін 20 минуттан соң ол суды төгіп, қайта таза су қайнатып құятын боламыз. Ол суды қайнатып құятын кезде үстіне 2 ас қасықпен тұз саламыз. Одан кейін уксус салып, банкамызды жақсылап бұрайтын боламыз. Қыздар, ескертетін жайт, міндетті түрде 2 литр болса 2 үлкен ас қасықпен тұз, 1 литр болса 1 үлкен ас қасықпен тұз саласыздар. Ал уксусты кішкентай қасықпен 1 қасық саласыздар. Ал үлкен қасық болса жарты қасық саласыздар. Осылай барлығын құйып болғаннан кейін банкамызды жапқышпен жақсылап қысып бұрайтын боламыз. Мінекей қыздар, менің рецептім осы. Сіздер де сақтап алыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің қыстық банкам осылай шықты әдісі. Ал сіздер қалай жабасыздар, ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал қыздар, осы рецептпен жасаңыздар, ешқандай банкаларыңыз атылмайды. Сіздермен болған Алтынай. Менің парақшама тіркеліп қолдап кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерді міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өз пікіріңізді жазып, маған қолдау көрсетсеңіздер, мен қуанып қалар едім. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.